Қайырлы күн баршаңызға. Кіріп келген Рамазан айы мүбәрәк болсын. Тілеген дұға тілектеріңіздің барлығы қабыл болсын. Мен сіздерге осындай сәресі немесе ауыз ашарға тез дайын болатын пиццаның рецептісін ұсынамын. Бізге керекті заттар: батон нан, шұжық, ірімшік және тұздалған қияр. Ең алдымен батон нанымызды екіге бөліп аламыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Жасалу жолы өте оңай. Отбасыларыңызды қуантыңыздар. Екіге бөліп болғанымыздан соң енді шұжығымызды майдалап турап аламыз, төрт бұрышты қылып. Соломка қылып турасаңыздар да болады, әркімнің өз қалауына қарай турап алсаңыздар болады. Толықтай шұжығымызды, яғни колбасамызды турап болғаннан соң, енді тұздалған екі қиярымызды да төрт бұрышты қылып турап аламыз. Қаласаңыздар помидор қоссаңыздар да болады. Өз қалауларыңыз, пияз қосып дайындасаңыздар да, енді өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай начинкасын өздеріңіз қалауларыңызға қарап жасасаңыздар болады. Қиярымызды да толықтай турап болғаннан соң, табамызға пергамент қағазын қойып, оның үстіне екі батон нанымызды қойып алып, осылай қасықтың көмегінен үстінен басып шығамыз. Енді кетчуп, майонезімізді жақсылап араластырып алып, үстіне теңде екіге бөліп жағып шығамыз. Толықтай жағып болғанымыздан соң, енді туралған шұжығымызды сеуіп шығамыз екіге бөліп. Енді үстіне тұздалған қиярымызды, одан соң үкіштен өткізілген сырымызды сеуіп шығамыз. Осы кезде духовканы, яғни печканы 180 градусты қыздырып қоясыздар. Толықтай екеуіне де сеуіп жағып дайындап болғанымыздан соң 180 градуста 15 минутта пісіп шығады. Қараңыздаршы, қандай керемет болып, сыры еріп және де хрустящий, яғни қытырлақ болып шығады. Міндетті түрде сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Отбасыларыңызды қуантыңыздар. Үйлеріңіздегі ораза ұстаған жандарға дайындап берсеңіздер, сауабы сіздерге келеді. Егер де видеом ұнаған болса, видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, каналға тіркелуді, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта менің каналымда бұдан да керемет тағы рецепттер болады. Міндетті түрде жіберіп алмаңыздар.